Ибрахим болды, Абай Құнанбаев татар молдаларына еріп, өзіне молда болып, аға сұлтан болғаннан кейін баласын атын Ибрахим деп қойды. Сонда ақсақалдар айтқан ғой, жүйіттің атын қойып не бар деп. Сол кезде Абай деп өзгерткен. Ибрахим деген Авраам деген. Авраам деген еврейлердің атасы, Сауд арабтармен. Сенің дүз қайнаса да сорпасы қосылмайтын. Сосын Құнанбай деген қажылыққа барып келгеннен кейін басын ұстап келген жоқ. Сендер оқымайсыңдар ма Құнанбайдың? Жұмақтатып біз тұрып жатыр екенбіз ғой деп. Бір таудың тасын, бір тауды, орманды, көлді неге апармады деп. Шөлден өліге қалған ғой, вообще ете салып кеткен. Қазақ дейтін қай жерге барғанда аруақтарға бір әулие адамдар болса, солардың басына кесене салады. Мұса пайғамбар Моисейге де біздің ақсақ темір салып берген жоқ. Кім салып берген жоқ па? Сұлтан бейбарыс. Ақсақ темір қаншама кесене салды. Арабтар молада салып өлмейді ғой, айналайындар ол. Көметте бір тас қойып жүре береді, аттап болды. Дастарханда аттап жүрген халық, ол қайдағы имандылық, қайдағы оларда не? Қызды затқа санайды, қызды қызғанады, қызды сататын сарттың несі ғой бұл. Қазақта қызды төрге отырғызған, оң жаққа отырғызып, қызды құрметтеген бір ауылдың ұйтқысын ұстайды деп. Еркек елдікі, әйел үйдікі деген қазақта. Сендер қайда қаңғып жүрсіңдер білмеймін. Өзің қазақтың ділі дейтін, салт дәстүрі дейтін жерді жете орайды ғой. Өздерін танымай қайдағы жоқ бір жүйіттердің нелерін айтып, миды ашытып отырсыңдар мына жерде. Сендермен спорласқаннан мен ана 5 жасар баламен сөйлескенім жақсы. Аспаннан түсетін болса, нағып жүріп біздер жұмыс жасап. 4 қатын алам деп жас балдар жүр. Айналайын, бір қатын дәрең бағып жүріп, балдарымыздың болашағы не болады деп. Тартып кетпесе екен, жаман нәрсеге ілініп кетпесе екен деп. Білім алса екен деп, еліне жұмыс жасаса екен. Өлгенде ештеңең қалмайды деген атың қалады дейді. Онда да жақсы адам болсаң атың қалады. О айтатын несі бар оның? Ойланады. Мына жерде дейтін тәңіршілдеңдер, агностиктеңдер, қай не еді? Бәрі қазақ үшін жүр ғой. Қазақтың ішіндегі сол сендер сияқты емес, арабты дәріптеп отырған. Өзінің бір атасын танымайды, жас балдармен сөйлесесің. Мына атаңды білесің, жеті атасын да білмей жетесіз келең. Қайдағы жоқ ана Мұхаммед пайғамбардың туып он неше әйелі болған, неше тұқым болғанын біледі, ал өзінің аталарын білмейді. Ол қазақ па? Тектілік деген бар емес пе? Бір емшек ембеген адамдар үйленіп жатыр, ал Мұхаммедтің өмірінің үмбеті болсаңдар, солай жүріңдер онда. Бірін-бірін ағайын қыздарын алып. Қазақ қашан көрдің? Жеті ата қолайды, қан тазалығын ұстаған. Оны ғылымдарда дәлелдеп отқан нәрсе. Ал біздің мына ұстап отқан дүниетанымыз, іліміміз, тәңірлік дейтінде, ол баяғы түріктерден келатқан, түркі дәуірінен, сақ дәуірінен келатқан нәрсе. Ол жерден ғылымға еш нәрсеге қайшы келмейді. Реинкарнация деген бар ғылымда. Бәрінде айтып кеткен ғой біздің бабаларымыз. Жұлдызды айтып кеткен, арай, айман, шолпан деп. Құранда дейтін, жер жалпақ дейді. Күн жерді айналады дейді, кешке балшыққа батады дейді, жұлдыз шайтанға ататын деп, арайға ұшып жатқан жоқ қой Марсқа. Сендер қай дәуірде жүрсіңдер енді, оқымаңдар ше өздерің нелеріңді. Кезінде сенген шығар енді. Ал бізге дейтін 19 ғасырда сол кімнің кезінде қатты кірді ғой? Екатерина. Кіргізген жоқ па татар молдаларын? Бұлардың тізесін бүктірмесек, бұлар батыр халық, қорықпайды, жауға шаба береді, өлімнен қорықпайтын халық. Бұларды Құдаймен қорқыту керек деп. Авраамдықтан да кіргізді ғой. Сол осы күнге дейін соғыста дейтін мана Белоруссияда нелерде балшықтан қазақтар табылып жатыр. Қалай табылып жатыр? Басқа табылмаса, сүйегінің қалтасында ана тапқанда тырнағы мен шашы жүреді, шашпайды, сақалы жүреді. Қазақтың тәңірлігі ілінбес пе бұл дейтін? Шашпайтын. Қазақ қашан көрдің аруақ деп, Аллаху акбар деп шауып жүрген. Қазір спортсмендер жүр, мына жеріне сақал қойып алып, Аллаху акбар Ахмат сыйла деп. Аруақ деп шаппай ма? Қажымұқанның өзі аруақ деп шыққан жоқ па? Ойланыңдар шеш. Сендер өздерің бабаларыңа шауып отсыңдар. Құдай ұрған оңалар, аруақ атқан оңалмас дейді. Құдай сені жаратты, көз берді, сананы берді, жаратушы. Аяқты берді, 7,5 миллиард халықты бұтына қарап, жуын батып, дұрыс оқымады деп қарап отырған жоқ. Сені демейтін ата бабаларың ғой, көмектесетін, рух беретін. 21 ғасыр ғой, айналайындар, 21 ғасыр ғой. Кезінде сендік, бәріміз мұсылман деп жүрдік, артынан оқыдық, келдік, жүйіттерге тірелдік, кітаптарын оқығаннан кейін барып, саясатқа кіргеннен кейін барып, мына соғыс неден болды деп, тарихтың оқығаннан кейін барып түсіндік. Бұл үлкен догма екен, халықты ұстау,
изм деген сөздің бәрі. Халықты догмада ұстау, қорқытып, біреуді құдаймен қорқытады, аурумен қорқытады, соғыспен қорқытады, ақыретпен қорқытады. Ұстап ойландырмау. Сенің дүнияң аспанда, ақыретте, мына дүниені сен ойланба, мынаның бәрі жалған деп. Пәни деп. Қазақ жарық дүние дейді. Сен ойланба, сендер үшін біздің балдар ойланады деп жөйттер отыр. Мына байлық сендердікі емес, сендердікі ақыретте, мына байлық біздің балдарымыздікі деп. Соған ұйықтап отырсыңдар ғой сендер, не істеп жатсыңдар? Мына Жапониядан келген, Жапониядан отырып сөйлеп отқан ағамыз ол ояқтың көріп тұр қандай дамығып кеткенін. Сосын айтып жатыр, қазақтың жаны ашып, қазақтар кішкене білімге, ілімге ұмтылсын деп. Қазір балдарда білім бар ма? Білім жайлы біреу, мына мұсылманмын деп жүрген білім жайлы біреу сұрақ қойды ма үкіметке? Мына білімді неге дұрыстамай, неге лаборатория ашпаймыз, неге осындай мектептерде, институттар, неге практика жүргізбейміз деп. Біреу айтпайды ғой. Мешітке жиналып тек тоңқайы болды. Сыйына берсін мейлі. Но білім жоқ қой. 2025-те электронный искусственный интеллект келеді. Айтайын, сот болмайды. Сотта да искусственный интеллект тұрады. Қазір мұнан сот күтен дейтін операторлар искусственный интеллект робот сөйлеп жатыр. Вот сонда басталады. Электронный ақша келеді жүйіттердің шығарған. Міне сонда сендердің кім екенін көресіңдер, қожайын. Соған дайын болуымыз керек. Қай елдің білімді жастары бар, қай елдердің білімді заводтары бар, өнім өздерін өндіретін ел 25-тен кейін дамиды. Дінмен шикізатпен тұтқан ел құрайды. Соны ойлаңдар сендер. Аспаннан ештеңе түспейді, түсетін болса аталарымыз жатпады ма? Соғыспай құрсын, қорғайды, Алламыз қорғайды деп. Біздер үшін соғысты, күн болмасын, құл болмасын деп. Ойланатын кез келді ғой. Бір жерге отырып алып тек құлақтан тебе беріп тек ақша табам деп бір имам отыр, біреудің шын шайтанын шығарам деп. Адам күлкісі келеді. Дәм тосылғанда ешкім өлімнен қорқпайды, өлімді қабылдайды. 10 оқы, 20 оқы өлімнен құтыла алмайсыңдар ғой. Өлімді қабылдайсыңдар. Сол ұрпақ үшін өмір сүресіңдер ғой сендер. Неге қорқасың? Ана ауырып отқан адамнан врач айтады, 2 сағаттан өлесін десе, ол бақырып жыламайды, қабылдап кетеді. Сендерде бір кәдімгі бір тояқтан телефон соғып отқандай ғой, тояқта. Ойбай, ана тояққа кірді, мынаяқта кірді. Мен мысалы үйде отырмын. Ал мен жақсы намаз оқымаймын, жасым 50-ден кетіп қалды уже менікі. Ал мен келемде қазір намаз оқимын десе өтеу керек дейді, 50 жылдық намазымды. Мен қалай өтеймін оны? Онда имамға барып ақшасын есептеп ақша төлеуім керек. Ол ақша саудаға отырған. Құдайға ақша не керек? Сен жүрегің таза болса, ешкімге жамандық тілемесең, ұрлық жасамасаң, жаман айтпасаң, өтірік айтпасаң, сен қайдағы күнә сенде? Әке-шешеңді бағып, еңбегін қайтарсаң, балдарыңа жол сызып берсең, білімді қылсаң, болашақ деген сол ма? Арқаңды кеңге салып кетпейсің бе, балдарың болашағы жарқын болса? Ал қазір біз балдарымыздың алды не болатынын білмей отырмыз. Сол үшін білім, ғылым керек деп жатыр. Қаншама біздер дәуір ұрысып кетті ғой. Мына тұрған Қытай 20 жылдың ішінде бір дәуір. Оларды не шығарып жатқанын көріп жатсыңдар ма? Японияны айтпай ақ қой. Япония ол кометаға ұшып, теңіздің астын зерттеп болды, мұхиттың астын. Ол кометадан материал алып, Австралияға түсіріп, одан ұшып қайттан екінші кометаны қуып жүр бұлардың. Өздері жүріп аспаннан түседі деп. Балдарды ұйықтатамыз ғой мұнамен біздер. Жарар енді, жыртық нәскимен жүріп халықтар ақша жинап береді, соңында біреуге барып 2 пакетін бересіңдер де, ойбай, осындай, жәрдем бермейсіңдер ма, керім болсыңдар. Қармақ, балық берме, қармақ бер дейді, оқыту керек адамдарды, өзі табатындай қылып.